Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге үстіне меренга құйылған алма пирогының рецептісін ұсынамын. Бұл пирогты өзіңіз жасап жүрген пирогтардан жалықсаңыз, міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді, әрі дастарханға ерекше әдемі көрінеді. Меренгасы бар тамақтар қазіргі кезде тренд, сондықтан трендтен қалмай, заман ағымымен бірге тамақтар әзірлейік. Меренга жасау қиын деп ойласаңыз, ол мүлдем олай емес. Барлық ережелерін сақтасаңыз, сізде міндетті түрде шығады. Ендеше пирогымызды пісіруді бастайық. Ол үшін 220 грамм ұнды електен өткізіп өлшеп аласыз. 120 грамм сары май өлшейсіз. 120 грамм секер өлшеп аласыз. Меренгасына бөлек 200 грамм секер өлшейсіз. Үш жұмыртқаны ақуызы мен сарыуызынан ажыратасыз. Сарыуыздарды ажыратқан кезде өте абай болыңыз. Егер ақуызға сарыуыз түсіп кететін болса, онда меренгаңыз шықпай қалады. Енді алмаларды дайындап алайық. Ол үшін 2 алманы қабығынан аршып аласыз. Және өзіңіз қалаған пішінде алмаларды турап аласыз. Туралған алмаларды ыдысқа салып, үстіне 1 ас қасық лимон шырынын қосып араластырып қоясыз. Енді пирогымыздың қамырын жасайық. Ол үшін ұнға 1 шай қасық қопсытқыш, 120 грамм секер және дайын тұрған 120 грамм сары майымызды қосып араластырып түйіршік жасаймыз. Үстіне 3 сарыуызды қосып қамыр илейміз. Дайын қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа демалтуға қоямыз. 30 минуттан соң қамырымызды алып, пергамент қағазының үстіне бірден жаямыз. Қамырыңыз жабысып тұрса, оқтауға қолыңызға жабысып тұрса, үстіне аздап ұн себуге болады. Жайылған қамырымызды формамызға орналастырамыз. Бірден бортиктері үлкен формаға орналастыруға болады. Менде бүгін осындай форма. Сізде де дәл осындай форма болса, видеодағыдай қайталаңыз. Қамырымызды формаға орналастырғаннан кейін үстіне салмасын, яғни алмаларды саламыз. Алмаларды тегістеп жайып, 180-200 градуста қызып тұрған пешке 25 минуттай пирогты пісіріп аламыз. Енді пирогымыздың меренгасын дайындаймыз. Меренга дайындайтын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ және таза болуы керек. Ақуыздарды құйып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап көпіртеміз. Секерді біртіндеп бөліп салып тұрамыз. Әр секер салған сайын миксердің жылдамдығын көбейтіп тұрыңыз. Әр секер салудың арасы 20-30 секундтай болсын. Меренганың дайындығын осылайша тексереміз. Табақты аударып көрсеңіз, меренга ақпайтын болса, меренгаңыз дайын. Жартылай піскен пирогымызды пештен алып, үстіне меренганы құямыз. Пирогыңызды пештен алып жатқан кезде градусын 100 градусқа дейін азайтып, пештің есігін ашып кетіңіз. Ол меренгамыз бірден күйіп кетпеу үшін жасалады. Меренганы өзіңіз қалаған бағытта әсемдеп шығуға болады. Мен вилканың көмегімен әсемдеп шықтым. Дайын пирогты пешке салып, меренгасы піскенше 30-40 минуттай пісіріп аласыз. Пештен шығарып, формасынан ажыратып, үстіне қант ұнтағын себуге болады. Қалауыңызша әсемдеуге болады. Шайларыңыз тәтті, астарыңыз дәмді болсын.
Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр, назарларыңызға рахмет.